Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін интеграл тақырыбын өтетін боламыз. Сіздермен бірге әдеттегідей парида ендеше тақырыбымызды бастайық. Туынды дегеніміз не еді? Туынды деп бір мақтана алатын болсақ, яғни алғашқы функция ретінде мақтана алатын болсақ, одан туындалатын болса, бізде мата шығады, ал матадан тағы да туындалатын болсақ, бізде киім шығады екен. Яғни функциядан туындауымыз келесі жаңа функцияны алуымыз, яғни қандай да заттан жаңа заттың пайда болуы. Енді адамдар ойланады, енді осының кері операциясы қалай жүреді деп. Және сол операцияны біз интеграл деп атаймыз. Яғни киімнен матаны, матадан мақтаны қалай шығарамыз деп ойланады екен. Енді алғашқы функция деген ұғымға тоқталатын болсақ, алғашқы функция дегеніміз қандай да бір үлкен f функциядан туындалған кезде f кішкентай функция шығатын болса, осы жердегі f үлкен функция осы f кішкентай функцияның алғашқы функциясы болып табылады. Алғашқы функцияны табу бізде интегралдау деген сөз. Интегралдау осы дифференциалдау, яғни туындының кері амалы болып табылады. Яғни алғашқы функция дегеніміз мысалға бізде функция мата болатын болса, оның алғашқы функциясы мақта болады екен. Енді астыда бізде интегралдаудың негізгі формуласы беріліп тұр. Енді осының әрбір белгісіне тоқталсақ, бізде бірінші белгі бұл интегралдық белгі. Ол жалпы ауданға ұқсайды, интеграл ауданы табуға негізделген. Бұл бізде латын тіліндегі сумма деген сөзден шыққан екен. Осы суммадан осы 4 әріпті алып тастайтын болсақ, сол интегралдық белгі шығады. Бұны тапқан бізде, яғни осы белгіні ойлап тапқан бізде неміс ғалымы. Енді осы жерде x дегеніміз біз қандай аргумент немесе айнымалы бойынша интеграл жүргізіп жатқанымызды көрсетеді. Үлкен fx бізде алғашқы функция. С деген бізде тұрақты сан. Неге біз оны формулаға қостық? Себебі, егер де біз x квадраттан туындалатын болсақ, одан 2x шығады, и x квадрат қосылған 10-нан туындалсақ та 2x шығады. X квадрат қосылған 1000-нан туындалсақ та не шығады? 2x шығады. И көріп тұрғанымыздай, мына жақта кез келген тұрақты сан бола алады. Біз осы функцияның алғашқы функциясын тапқан кезде, біз осындағы тұрақты санның қандай екенін білмейміз. Сол себепті біз жанына s деген, s деген тұрақты сан қосады екенбіз. Осы себепті де бұл анықталмаған интеграл деп аталады екен. Енді бізде интегралдың негізгі ережелері бар. Интегралдаудың негізгі 1-2 ережесі бар. Біріншісіне тоқтала кететін болсақ, қандай да бірде бізде функция берілетін болса, оның алдында тұрақты сан, яғни коэффициент болатын болса, біз оны интегралдың алдына шығарып жібере аламыз. Яғни функцияны ғана интегралдап, ал коэффициентті потом кейін алғашқы функция тапқаннан кейін алдына қоя салсақ болады. Яғни 7x-тің 5 дәрежесін интегралдайтын болсақ, біз 7-ні алдына жай ғана коэффициент ретінде шығарып жібереміз да, x-тің 5 дәрежесін интегралдаймыз. X-тің 5 дәрежесін интегралдайтын болсақ, біз оған 1-ді қосып бөлеміз сол дәрежеге. Осыған байланысты бізде шығады екен осындай мәндер. Енді келесі ереже бізде егерде интеграл қосу азайту болатын болса, функциялар арасында біз оны жеке-жеке интегралды айырып, яғни fx-ті және gx-ті бөлек-бөлек интеграл астына салсақ болады. Мысалға, мұнда қаншама функция тұр? 3 функция тұр, мысалда. И біз үшеуін 3 интеграл бойынша шығарсақ болады. Бұл бізге оңайырақ болады. Келесі ережелер бізде fx dx тең үлкен fx қосылған с болатын болса, онда сәйкесінше fx ax қосылған b dx тең болады b бөлінген a үлкен fx ax қосылған b қосылған с дейді. Бұл жерде аргументіне байланысты, аргументте x болғандықтан мына жақта x. Сәйкесінше егерде fx-ті
аргументте осындай болса, fx'тің де аргументінде осындай болады. Бірақ біз аргумент өзі ғана болмағандықтан біз алдындағы коэффициентті сәйкесінше сол функцияға бөледі екенбіз. Дәл мысалдағыдай, мысалға косинус 2x қосылған пи бөлінген 3 dx алған кезде не істейміз? Мына алдындағы коэффициентке бөлеміз. Мына жақта синус болады. Косинус емес, туындысы. Біз бұны былай жазамыз, яғни синус 2x қосылған пи бөлінген 3 қосылған с, яғни функцияны бөлеміз x-тің алдында тұрған коэффициентке. Негізі осындай. Әдемі ғып жазсақ, алдына 1 бөлінген 2 деп шығарсақ болады екен. Келесі бізде ереже, егерде функцияның дәрежесі болса. Функцияның дәрежесі болатын болса. Функцияның дәрежесі болатын болса, біз дәл жаңағындай жазамыз. Яғни интегралын аламыз және коэффициентіне бөлеміз. Бірақ дәрежесі болған кезде дәрежесін бірге бөлетін боламыз. Яғни бұл жерде коэффициент 2 болатын болса, дәрежесі 5 болатын болса, оны сол коэффициенттің жанына жазады екенбіз. Соны қорытындылай шығара келе осындай мән алады екенбіз. Келесі бізде негізгі формулалар интегралдағы. Бұл бізді көптеген күрделі есептер шығаруымызға көмектеседі. Негізгі формулаларымыз. Осы формула арқылы біз түрлендіріп өте қиын деген есептерді шығаратын боламыз. Негізгі формулаларға бүйтіп тоқтала кететін болсақ, интеграл табу барысында туындыда біз n-нен бірді азайтатын болсақ, және соған көбейтетін болсақ, керісінше бізде интегралда n-ді бірді қосамыз және сол дәрежеге бөлетін боламыз. Яғни x-тің туындысы да өзіне тең еді, интегралы да өзіне тең. Синус пен косинусты былай жасасаңдар болады. Бізде осындай бар ғой. Жүргеннен бетірақ. Осы жерде біз косинус, синус, минус косинус және минус синус деп алатын болсақ, егер де туынды деп алатын болсақ, онда біз сағат тілімен алатын боламыз. Яғни синустың туындысы бізде косинус, косинустың туындысы минус синус, минус синустың туындысы минус косинус, минус косинустың туындысы синус деп. Ал интегралда сағат тіліне қарама қарсы. Яғни синустан туындалатын болсақ, минус косинус шығады, минус косинустан туындалатын болсақ, минус синус, минус синустан туындалса косинус, косинустан туындалатын болсақ, синус шығады екен. Ал қалған формулаларды ақырындап есеп шығару барысында үйреніп жаттап алатын боламыз. Көп есеп шығарған сайын біз формулаларды жақсырақ есімізге сақтайтын боламыз. Енді бір-екі мысал шығаратын болсақ, бірінші мысалды біз бірінші формуламен шығаратын боламыз. X-тің дәрежесі 1, X-тің дәрежесіне 1-ге 1-ді қосамыз, и сол дәрежеге бөлетін болсақ, 1 қосылған 1-ге. И қосамыз тұрақты санда. Сол кезде шығады бізде x квадрат бөлінген 2 қосылған с деген. Келесі интегралдық есебіміз бізде жаңағы ережелерді қолданып шығаратын боламыз. Жеке-жеке интеграл алсақ болады. Яғни синустан интеграл алсақ болады. Және қосамыз x-тің куб дәрежесіне интеграл. Жеке-жеке. Жеке-жеке интегралын алатын болсақ, синустың интегралы бізде минус косинус. Сонда минус косинус бізде аргументінде 2x тұр. 2x жазамыз және коэффициентін істейміз, оған бөлеміз. Және қосамыз, мына интегралы бізде қалай еді? X-тің дәрежесіне 1-ді қосамыз, 4 болады. Және сол дәрежеге бөлеміз 4-ті. Қосамыз тұрақты санда. Оны енді әдемі қылып жазатын болсақ, 1 бөлінген 2 көбейтілген косинустың 2 x аргументінде x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 қосылған с. Жауабымыз осылай шығады. Келесі бізде
косинус 2х бөлінген косинус квадрат х дейді. Бұны біз формуламызды ашайық бірінші косинус 2х-ді. Оны біз косинус квадратты жою беретіндей қылып ашайық. Оның екі формуласы бар ғой бізде: косинус квадрат азайтылған синус квадрат немесе 2 косинус квадрат х азайтылған 1 деген. Осы жерден біз 2 косинус квадрат х азайтылған 1 деген формуламен шығарып көрейік. Осы жерде біз мынаны жеке-жеке бөле аламыз ғой, былай. Мына 2 косинус квадрат х бөлінген косинус квадрат х 1 бөлінген косинус квадрат х. Я? Осы жерден косинус квадраттар интегралды ұмытпайық. Осы жерден біз косинус сарып жіберетін болсақ, 2 азайтылған 1 бөлінген косинус квадрат х-тың интегралы қалады екен. Осы жерден біз жеке-жеке интегралдайтын болсақ, азайтылған 1 бөлінген косинус квадрат х dx қаншаға тең? 2х-ті біз интегралдайтын болсақ, кез келген санды интегралдайтын болсақ, жай ғана жанына х-ті қоя саламыз. Сонда 2х азайтылған. Мынау бізде формулада бар. Формулада 1 бөлінген косинус квадрат х-тың интегралы бізде тангенс х-ті береді екен. Қосамыз, тұрақты сан. Келесі есеп бізде сәл қиындау. Кеттік. Бірінші үстін әдемілеп келтіріп алайық. Астымен сәйкес келетіндей қылып, бөлінетіндей қылып. Ол үшін 4х кубты сыртқа шығарайық бірінші. 4х кубты сыртқа шығаратын болсақ, х квадрат қосылған 1 қалады. Мына жақтан да сондай жақша шығаруға тырысайық. Мына х квадрат қосылған 1 болатын болса, енді бастапқы күйін сақтау үшін біз азайту 4 деп жақшаға алатын болсақ, бәрібір де сол шығады ғой, өйткені жақшаны ашсақ, мына минус х квадрат және минус 1 болады. Минус 1 мен минус 4 минус плюс болады да, мына бастапқы күйі сақталады екен. Ары қарай шығаратын болсақ, х квадрат қосылған 1, я. Осы жерден біз жеке-жеке бөле аламыз, оның арасында азайту болғандықтан. Сол кезде мынаны бөлген кезде не шығады бізде? 4х куб қана қалады, ал мынаны бөлген кезде тек 1 ғана қалады, азайту 1. Ал мына жерде бөлген кезде не болады? 4 бөлінген х квадрат қосылған 1 қалады екен. Интегралды ұмытудамын, кешірім сұрайын. Интеграл dx. Осы жерден жеке-жеке интегралдайтын болсақ, біріншісін интегралдайтын болсақ, дәрежесіне 1-ді қосамыз, 4 болады. 4-ке бөлетін болсақ, 4 пен 4 қысқарып, х қана қалады, я. Одан кейін азайтамыз х-ті. 1-дің интегралы бізде х. Және мынаның интегралы неге тең екен? Интегралы жеке-жеке интегралдайтын болсақ, 4х куб азайтылған dx қосылған, біз коэффициентті алдына шығарып жібере салайық. 1 бөлінген х квадрат қосылған 1 dx, я.
жеке интеграл алатын болсақ, мынаған 1-ді қосып, оған бөлетін болсақ, коэффициентімен қысқарып кетеді да, x-тің 4 дәрежесі азайтылған 1-дің интегралы бізде x-қа тең. Азайтылған коэффициентін жазайық. Мына бізде формулаға сәйкес, формулаға сәйкес белгілеп қойған формулада x квадрат қосылған a квадрат, бұл жерде бізде x квадрат қосылған 1. 1 дегеніміз ол 1-дің квадратына тең. Яғни бізде формулаға сәйкес келіп тұр. Енді формула бойынша жазайық онда. 1 бөлінген a дейді. A деген бізде 1. Сондықтан оны жазбай қойсақ болады. Тангенс ары қарай x бөлінген a, бізде a 1-ге тең. Сол себепті x-тің өзін жазамыз, қосамыз, тұрақты сан. Бұл бізде ақырғы жауабымыз. Осымен мысалдағы есептеріміз бітті. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.